Інжірдің пайдасын білесіз бе? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Арнаға тіркеліп өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Видеоны WhatsApp желісі арқылы достарыңызға таратыңыз. Інжір, ол калий мен кальцийге бай екен. Оған аса көп нәрсе керек емес. Кептірілген інжір мен зәйтүн майы болса жеткілікті. Бұл екеуінде ағзаны нығайтатын, физикалық қуатты арттыратын, зейінді жақсартатын табиғи тамаша қоспа дайындауға болады. Інжір зәйтүн қоспасына өте пайдалы. Емдік құрамы қазіргі ең мақтаулы ват витаминдерінен де мықты. Сондықтан бүкіл ағзаның сауығуына септігі тиеді. Қазір кептірілген інжір табу қиын емес. Ем үшін 20 дана табу жеткілікті. Інжірді суға бір шайып алған соң екіге бөліп шыны ыдысқа салыңыз. Үстінен інжірді толық жауып тұратын етіп зәйтүн майын құяды. Бетін жауып тоңазытқышқа қойыңыз. 40 күн тұруы керек. Күн ара ыдысты әлсіз ғана шайқап қоюға болады. Інжір зәйтүн қоспасы калий мен кальцийге бай, және ол ват өнімдері сияқты жасанды емес, табиғи элемент. Осы себепті ағзаға толығымен сіңіріледі. Бұл элементтер сүйек, шаш, тіс, тырнақтың беріктігін қамтамасыз етеді. Жүрек ауруларына қарсы күресу мүмкіндігін арттырады. Иммунитетті нығайтатыны да түсінікті. Басқа да пайдалы қасиеттері көп. Бастысы қарсы көрсетілімі жоқ. Қасиетті Құран кәрімнің Нахл сүресінің 11-ші аятында жүзім жайлы сөз қозғалады. Осы аятта Алла тағала жұмақты жемістерді сипаттай келе жүзімді ізгі тағам ретінде атап кеткен. Ал Нәбә сүресінің 31-32 аяттарында былай делінген: негізінде тақуалар үшін құтылу бар, бақшалар, жүзімдер бар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уәссәләм мен оның жанұясынан тараған имамдар тамақтану мен денсаулық жайлы өте құнды пікірлер қалдырған, және адамдарды ерекше тағам түрлері мен жеміс-жидектерді жеуге шақырған. Мысалы, Әли радиаллаху анху жүзім жайлы былай деген: жүзім әрі жеміс, әрі тамақ. Сондай-ақ ол тәтті де дәмді халуа. Имам Әли жүзімді пайдалы жеміс ретінде ғана емес, толық қанды тамақ деп санайды. Тамақтану саласының дәрігерлері мен мамандары құрма мен жүзім тіпті мейізді, дене қажеттіліктерін өтейтін толыққанды тамақ деп есептейді. Бұл жеміс түрлері жегеннен кейін тез қорытылады, және де қажетті қант пен қуатты денеге жеткізеді. Сондықтан адам тіпті кішкене мөлшерде жүзім мен мейіз жеген жағдайда ой еңбегі мен дене еңбегіне қажетті қуатпен қамтамасыз етіледі. Жүзімнің құрамында P, С, В1, В2, В6, Д және Е дәрумендері, калий, магний, фосфор, кальций, ковальт, никель, марганец секілді микроэлементтер болса, бізге жүзімнің 100 граммында 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,6 миллиграмм темір, аз-аздан болса да басқа элементтер, түрлі дәрумендер және су кездеседі екен. Жүзім құрамындағы магний адам денесінде де мидың тынығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр ауруларында, қан азықты емдеуде қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары ішек пен бүйрек жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су азығы болғандықтан оның калориясы өте жоғары. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денеде жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Шырынындағы биофлавоноидтар арқылы С дәруменінің белсенділігін арттырады. Жүзім қасиетінің Құранда айтылуында тегін болмаса керек. Неге десеңіз, Құрандағы оттегін жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен бүйректердің жұмыс істеуі және жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда өте көп кездеседі. Дәрумендер мен минералдарға қоса жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 амин қышқылдары бар. Құрманы жеудің 5 себебі. Құрманың құрамында біршама пайдалы зат бар.
организмді түрлі аурулардан, гипертониядан бастап ракқа дейін сақтайды. Құрманың құрамында табиғи қант, тағамды талшықтар бар. Б және А тобындағы дәрумендер болады. Сонымен құрманың қандай пайдасы бар? Ең алдымен денсаулықты толығымен жақсартады. Құрма құрамындағы заттар организмнің дұрыс жұмыс істеуі үшін көптеген қызметтер атқарады. Дәрумендері қан айналым жүйесіне және метаболизмге көмектеседі. Магний, кальций, фосфор сүйек үшін ең керек заттар. Калий болса бұлшық етке және жүйке жүйесіне пайдалы, қуаттандырады. Құрамындағы өте көп табиғи қанттың арқасында энергиямен қамтамасыз етеді және темір анемиямен күреседі, қан қысымын түсіреді. Магний мен кальций құрмада көп болуы себебінен артериялық қысымын түсіруге ықпал етеді. Сонымен қатар, магний гипертонияға қарсы дәрілердің әсерін көбейтеді. Жүрек қан тамырларын қорғайды. Зерттеу жұмысының нәтижесі бойынша магний инсульттің 8%-ға дейін сақтайды. Құрманы артеросклерозға қарсы флалактерия ретінде де қолдану дәлелденген. Құрма жүректің ишемиялық ауруынан сақтайды. Соңғы ішек жұмыстарын жақсартады. Құрмадағы тағамдық талшықтар іш қатудың алдын алады. Қорыта келгенде, құрма ең калориялы тағам болып келеді. 100 грамм құрамда 300 килокалория болады. Шеттен шықпай жеп жүрсеңіз, ағзаңыз сізге рахмет айтады. Анар. Анардың пайдасы мен зияны. Диетолог бұл жемісті кімге жеуге болмайтынын айтты. Анар жұмсақ, жылы климаты бар аймақтарда өсетін оңтүстік жемісі. Көбінесе анашырының гемоглобин деңгейін иммунитетті арттыру мен ми жұмысын жақсарту үшін ішеді. Анардың денсаулыққа 6 пайдасы. Анарда дәрумендер, микроэлементтер, биологиялық белсенді компоненттер бар. Анар ішек микрофлорасын, қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұруға және мидың жұмысын ынталандыруға көмектеседі және ас қорытуды жақсартады. 25 грамм анарда шамамен 4-5 грамм жасұнық бар. Қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұруға және мидың жұмысын ынталандыруға көмектесетін белсенді ас қорыту үшін қажет. Ұсынылатын тәуліктік қажеттілік 25 граммға дейін. Анарда мыс бар. Мыс гемопоэз қан тамырларының серпінділігін сақтау және оттегінің белсенді тасымалдануы үшін қажет. Мыс жүздеген биохимиялық процестерге гормондардың бір бөлігін шығаруға да қажет. 100 грамм жемісте ағза бір тәулікте қажет ететін 15% К дәрумені бар. Ол қанның ұюын реттейтін ақуыздарды синтездеу үшін қажет. Сонымен қатар, дәрумен бұлшық еттердің дәнекер тіндерінің жаңаруына белсенді қатысады. К дәрумені кальцийдің сіңіруі үшін де маңызды. Аскорбин қышқылы. Анарда ағза қажет ететін 10% аскорбин қышқылы бар. С дәрумені тотығу-тотықсыздану процестерін реттеуге көмектеседі. Жасушалардың қартаюын болдырмайды. Теріні ылғалдандыруға көмектеседі және суықтан қорғауға ынталандырады. Анарда ағза қажет ететін 10% В9 дәрумені мен фолий қышқылы бар. Бұл зат жаңа қан жасушаларының пайда болуын ынталандыруға көмектеседі. Калий 100 грамм анарда 10% калий бар. Бұл минерал жүрек жұмысына, дене бұлшық еттерінің белсенді жиырылуына, су тұз алмасуының қолдауға және қан плазмасындағы қант деңгейін түзетуге қажет. Анардың қандай зияны бар? Асқазанның немесе ішектің ойы жарасы болса, геморрой немесе іш қату бейімділік болса, тіс емалінің зақымдалуы болса, анарға қарсы аллергиялық реакцияңыз болса, ол зиян болып келеді. Банан жемісінің пайдасы. Банан жемісін ұната бермейтін жан кемде-кем шығар. Банан құрамындағы сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез, жеңіл қорытылып, бойдағы күш-қуат сыйлайды. Ертеде банан жемісін ертегі әлемнің жемісі деп атаған екен. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Сондай-ақ шайқас ұрыстарда жараланған сарбаздар банан қабығын басып жарақаттарын емдеген екен. Ескіде Италияда әнші әртістер тамақтары ауырмас үшін
банан қабығын қайнатып ішкен екен. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеліп, құтты қонақтардың алдарына әкелінген. Европа елдерінің мектептерінде оқушыларға таңертеңгі және түскі ас кезінде банан береді. Себебі банан баланың ойлау қабілетіне жақсы әсер етеді. Кубада бананды етпен бірге пісіреді, ал Венесуэлада бананды қуырып күрішпен бірге араластырады екен. Банан Үндістан, Эквадор және әлемнің басқа да бірқатар оңтүстік елдерінде өседі. Бұл жемістің бірнеше сорттары бар. Біздің елде кеңінен таралғандары Кавендиш, Лакатон. Бұл сорттар ағаштан піспеген жасыл күйінде теріліп, бірден қораптарға жинастырылады. Жеміс ұзақ жол барысында өзі пісіп жетіліп келеді. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы ферменттер, минералды заттар, фосфор, калий және тағы басқалар бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек-қан тамырлары, бауыр, бүйрек, өт ауруларының алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуымен қан түсінің өзгермеуіне ықпал етеді. Бананды көбіне аяғы ауыр, жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Егерде аллергияңыз болмаса, сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болғаны абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге үлкен үлесін қосады. Сонымен қатар бананды шаршаған кезде, ашуланған кезде, емтихан сынағы алдында пайдаланған дұрыс. Зәйтүн майы, оның құрамында Е витамині және көп мөлшерде май қышқылдары бар. Олар теріні қалпына келтіреді, қабыршақтануды және құрғауды болдырмайды. Екінші, брокколи. Ондағы теріге пайдалы көптеген витаминдер мен минералдар теріні қалпына келтіруге және сау реңді сақтауға көмектеседі. Жаңа піскен және суға піскен түрлері ең пайдалы. Үшінші, қызылша. Оның шырыны теріні тазартуға көмектеседі. Эпидермиске қажетті А және Е витаминдері, магний, кальций, натрий және калий көп мөлшерде болады. Авокадо. Оның құрамында Е витамині және тері мен шашты азықтандыру үшін қажет антиоксиданттар көп деп жазады. Сондай-ақ тері жасушаларын қалпына келтіру арқылы жастықты ұзартуға көмектесетін фолий қышқылы бар. Бесінші, ақсерке. Бұл балықта кездесетін май қышқылдары теріні ылғалдандырады. Осылайша табиғи қорғаныс функциялары сақталады. Ол қол жетімді емес, бірақ кейде сатып алуға болады. Бұл тағамдарды кем дегенде күніне 1 рет жүйелі түрде жеп отырыңыз. Оған қоса дұрыс тамақтану және белсенді өмір сүру туралы кеңестерді де назардан тыс қалдырмаңыз. Денсаулығыңыз мықты болып, әрдайым сау жүріңіз.